Сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып оқушылары? Сабақтың тақырыбы жәндік жанды табиғатқа жатады ма? Сабақтың мақсаты: мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу, шолып оқу, рөлге бөліп оқу. Оқыған материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен танысып алайық. Ара – пчела, құмырсқа – муравей, қызғалдақ – тюльпан, жәндік – насекомое. Менімен бірге тағы бір рет қайталайық. Ара, құмырсқа, қызғалдақ, жәндік. Оқушылар сөз тіркестері мен сөйлемдерді менімен бірге қайталап өтіңдер. Ара мен құмырсқа, жәндік. Ара қызғалдаққа қонды. Құмырсқа қызыл. Тамаша. Мәтінді оқымас бұрын сұраулы сөйлемге қойылатын интонацияны еске түсіріп, қайталап аламыз. Бейне материалға назар аударыңдар. Бүгін аптаның қай күні білесің бе? Я, бүгін жексенбі. Бүгін демалыс күні емес пе? Бұл менің сүйікті күнім. Дана, мен әсіресе жазғы демалыс күндерін жақсы көремін. Неліктен, Алан? Себебі жазғы демалыс 3 ай болады. Жазда көп деген жерге барып, демалуға болады. Дұрыс айтасың, жаз кезі тамаша. Я. Балалар, сұраулы сөйлемге қойылатын интонацияны қайталап шықтыңдар. Оқылым мәтінге көшейік. Оқулықтың 21-ші бет, 3-ші тапсырмасы. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Жарайсыңдар, керемет. Келесі тапсырма. 20-ші бет, 2-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жазыңдар. Керекті сөздер: жатады, ара, жәндік, кішкентай, құмырсқа. Берілген тапсырманы дұрыс нұсқамен салыстырып көрейік. Ара мен құмырсқа жанды табиғатқа жатады. Оларды жәндік деп атайды. Жәндік кішкентай болады. Ара қызғалдаққа қонды. Жарайсыңдар, керемет. Келесі тапсырма. 21-ші бет, 5-ші тапсырма. Кестедегі сөздерді қолданып, сұраққа жауап беріңдер. Бұл не? Ол не істейді? Жәндіктердің әрекетіне қатысты сөздерді анықтау. Бәрі келді. Ара мен құмырсқаның әрекетіне қатысты сөздерді дұрыс анықтадыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Суреттерге қараңдар. Қайсысы жанды табиғатқа жатады?
Себебін сыныптастарына түсіндіріңдер. Үлгі: бұл өсімдік. Ол жанды табиғатқа жатады. Себебі өседі, көбейеді. Жарайсыңдар, балалар. Барлық тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.